Сіздер Алтыбаевтар отбасымыз. Менің есімім Алтыбаев Бақытжан Жақсылықұлы. Ұлым мектеп алды даярлық тобының тәрбиеленушісі Жақсылық Ерасыл. Қазір мен осы балама қазақтың салттық ұлттық қолөнер бұйымдарын таныстырып өтейін. Қолдан жасалған, яғни сәндік қолданбалы өнер элементтері арқылы бұйымды көркемдеп өңдеу. Киіз үйдің ішіндегі жиһаздары. Сандық оған жататын, кебеже, жастағаш, жер стол жатады, сондай жиһаздар жатады. Енді сандық әртүрлі бұйым салуға арналған, ағаштан жасалған үй жиһазы, яғни мүлік. Оған әртүрлі уақ-түйек бұйымдар салу үшін ағаштан жасалған жиһаз. Енді сандықтың, үлкен сандықтың ұзындығы ол 90 сантиметр шамасында, ал ені мен биіктігі 45-50 сантиметр. Енді сандықтың сырты бәрі көк және жасыл бояумен боялады, және алды оюлармен безендіріледі. Енді кәдесый сандық ол кебежеге қарағанда күрделі болып келеді. Себебі ол 8 бөліктен тұрады, яғни 2 жаны, табаны, бетінде қақпағы, тілі, топсалары және алды оюлармен безендіріледі. Сосын лакпен лақталады. Мысалы, мына кәдесый сандық бұл кішірейтіп жасалған, яғни тақтайдан жасалған ағаш материалдан, сосын алдына ою өрнекпен салып безендірілген және сырттан лақталған. Және кебеже бұл азық-түлік сақтау үшін арналған жаңағы сандықтың бір түрі. Бұл Қазақстанның барлық аймақтарында кеңінен таралған бұйым. Кебеженің де ұзындығы, үлкен кебеженің 70-90 сантиметр, ал ені биіктігі 45-50 сантиметр шамасында болады. Мынау енді біздің қолдан жасалған кәдесый кебеже. Бұл да ағаш материалынан жасалған, сырты ою өрнекпен безендірілген. Әке, мұндан домбыра неден жасалынады? Бұл кәдесый домбыра ағаш материалынан жасалған. Оны әуелі өлшемін өлшеп, сосын аралап, шегін малдың шегінен жасадық. Тиегі ол да ағаш материалынан жасалды және ою өрнекпен безендірілген. Келесі мынау қобыз, яғни қыл қобыз. Бұл да кәдесый ретінде жасалған, яғни ағаш материалынан жасалған, сырты лақталған. Енді осы сәндік қолданбалы өнер туындылары, яғни бұйымдар, яғни кәдесый сандық, кебеже, бесік, кәдесый, сосын музыкалық аспаптар, домбыра, қобыз, осы бұрыннан ертеден ата-бабамыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өнер бұйымдары, қолөнер бұйымдары, яғни туындылар болып табылады.